Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен мәлімет ағасы. Бұл мен сіздерге Қазақстанда болған шаштыққа тұрғызатын, жан түршіктіретін, 17 жыл бойы құлдықта жүрген апал-сіңлі жайлы айтатын болам. Видео басталмай жатып, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Бұл мен үшін өте қатты мотивация болып саналады. Ал ендеше видеомызға кеттік. Гүлсім мен Айша атты кісілер шағым айтып, көріміз бағдарламасына келеді. Олар апал-сіңлінің сұмдық құлдықта жүргенін айтады. Гүлсім мен Айша олардың сыныптастары екен. Сонда кім апал-сіңліні құлдықта ұстап отыр десек, туған ағасы 17 жыл бұрын тым жақсы қыздарды, яғни қарындастарын сұмдық күнге түсірген екен. Ал ата-анасы қайда десеңіздер, 17 жыл бұрын марқұм болған. Марқұм ата-анасы екі қызға өлмей тұрып, өз үйлерін аманат етіп кеткен. Содан кейін ата-анасы марқұм болады. Оны білген ағасы қарындастарының үйін тартып алып, үйін сатып жібереді. Және де екі қарындасын бір байдың 300 малын бақтыртып жібереді. 300 қойды бағып жүргенде апал-сіңлінің біреуі жабық түрдегі туберкулез ауруына шалдығады. Ағасы мен жеңгесі оны білгеннен кейін үйіне кіргізбей қояды. 300 қойды бағатын жерден 6-5 жабырышқадан кем емес айнан шоқ жерде екі апал-сіңлі тұратын болады. Достар, мен қазір сіздерге осы видеоның ең сорақының сорақысы айтатын болам. 17 жыл бойы апал-сіңлі көгерген нан мен көгерге су ішті. Апал-сіңлінің тірі қалуы бір Алланың арқасында болды. Себебі олар күні-түні күннің астында 300 малды бақты. Және де апалы-сіңлі 12 айда бір рет суға түседі. Иә, достар, бір рет қана суға түседі. Достар, бұл біздің бірінші бөліміміз. Екінші бөлімі 2-3 күннен кейін шығатын болады. Сіздер арнаға тіркеліп лайк басып болсаңыздар, сау саламатта болыңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін.